ертеңгі күні бұқаралық ақпарат құралдары сол бас табылған кезде толықтай шулайтын болады. Және мына Ақсарбас кітабын талап алатын болады. Бұл әлем бойынша таралатын болады. Ондай нәрсені мен ойдан шығаратындай, мен ондай деңгейде емеспін. Маған не айт дейді, не жаз дейді, мен сіздерге айтуға міндеттімін. Және мен енді пендемін ғой бәрібірде. Мен жыладым, мен бұндайды көтере алмаймын. Мен тіпті маған анам да қарсы шығып жатыр. Туған туысқандарым бәрі менімен араласпайды. Есінен ауысты дейді. Не істеймін деп едім, ештеңе етпейді. Бәрін көріп тұрмыз, қарсы шығып жатқандарды, сені адасып кетті, жолдан тайып кетті деп жатқандарды көріп жатырмыз. Бірақ оларға ескерту. Үшінші күні жақсылап тұрып ескертеміз деді. Кеше көрдіңіздер, жер сілкінді. Ол сіздерге ескерту болды. Көбіңіз далада жүрдіңіздер, ескерту болды. Және мына су құйғыш дәуір, жаңа дәуір толықтай кірді. Катаклизмдер өте көп. Осыны айт деп маған қазір эфирге шығарып тұр. Айтқан кезде де жүрегіммен айт деп тұр. Мен осы отырғанда кәдімгідей жылағым келіп отыр да, бірақ өзімді ұстаймын. Жаратушы өте мейірімді. Өткен жолы жолдамасын жақсылап оқыңыздар. Фейсбукқа салып едім, мені жеп жатыр тағы да. Жаратушының атынан жолдама жазатындай мен ондай деңгейде емеспін. Не жаз деді, не айт деді, соны айттым, соны жаздым. Мен бір дауысымды тексеріп қояйын, естіліп жатыр ма? Микрофон тағуымды ұмытып кетіппін. Не oldu, не аласың? Қағаз ма? Дауысым естіліп тұр ма? Сұрақты қоя тұрыңыз, мен айтатынды айтып алайыншы, сосын қоясыздар. Стористе тұр, сол жерге сұрақ қойыңыздар, мен сол жерден жауап беремін, өтініш. Өте жоғары вибрация қазір қасымда тұр. Естіліп жатыр ғой, болды, я? Не айт деді, нені жаз деді, жаздым. Жолдаманы жаратушының атынан жазатындай, мен ондай деңгейде емеспін. Жазды ғой өткенде. Жаратушының алдында Тәңір де тұрды. Алла тағала да тұрды, пайғамбарлар тұрды. Алла тағала Тәңір деген ол жаратушы емес. Жаратушы бәрімізді жаратқан. Бәрімізді жаратқан. Алланы да, Тәңірді де бүкіл 12, 13, 9 өлшемдегі жоғарғы деңгейлердегі рухтардың бәрін жаратқан жаратушы. Бұған дейін, балық дәуірі қап-қара дәуір болды дедім. Қара дәуір, түнектер дәуірі. Қазір мысалы бізді жаратушы осылай былай жүресіңдер, мінеке былай болады. Жоғарғы міне рухтар келіп жатыр, қазақтың батырларының рухы келіп жатыр, әулиелердің рухы келіп жатыр. Қазақтар оянады, толық оятыңдар деп қазір айтып жатыр ғой, мысалы жаратушының өзі. Ал балық дәуірінде кішкене қара, ақ пен қара қатар жүреді, қаралар, масондар, түнектер басқарды, әлемді басқарды. Біз бәріміз долларға тәуелді болдық. Ол солай болу керек болды. Және ондай қара дәуірде бізді түзу жолға ұстайтын адамдар мүлдем хайуани деңгейге кетіп қалмас үшін дінді берді. Алла сол кезде керек болды. Пайғамбарлар сол кезде керек болды. 4 кітап сол кезде керек болды. Өткенде жаратушы айтты. 4 кітапты, 4 қасиетті деген кітаптарың 4 құбылаға кетті. 4 діндерің 4 құбылаға кетті. Енді төбеде мен өзім тұрам. Әр қайсыңның қастарыңда өзім тұрам. Және де қазір сіздердің ниеттеріңізді, жүректеріңізді жерде жүріп тексеріп жүр. Бәріңіздің қастарыңызда бар. Өтініш неше күннен бері мен айтып жатырмын. Қабылдаңыздар, жүректеріңіздегі түйінді шешіңіздер. Тек қана жаратушыға сеніңіздер. Жаратушы мейірімді, жаратушы қаһарлы емес. Ол маған айт дегеннен кейін мен сіздер соншалықты түсінбегеннен кейін кейде қатты айтып қоям. Не деген түсінбейтін адамсыздар деп. Соны сіздер дұрыс түсінулеріңіз керек. Кеше далада сабылып жүрдіңіздер. Неге дейсіздер ма? Өйткені Алла тағаланың миссиясы бітті. Балық дәуірімен ол кетті. Жіберіңдер деп тұр. Қаншама мемлекет жібергісі келмейді, қаншама адам жібергісі келмейді. Өздеріңіз мына белгілеп, мысалы 22 күн тойлаймыз, 23 күн ораза ұстаймыз деп өздеріңіз белгілеп, мына оразаны числосын барлығын белгілеп отырсыздар. Оны жақсы біліп тұр. Адамды алдағанмен сіз жаратушыны алдай алмайсыз. Алланы босатпай жатыр дейді. Алланың өзі ренжіп тұр. Оның жолдамасын мен жазғым келмеді. Жан-жихан парақшасына жаздым. Менің атымды айтады дейді Алла. Сөйтетте білген істейді, өзінің қалауын істейді. Бір жүрегі таза, Алла деген адамды көріп тұрған жоқпын.
жарады, жарылыс жасайды, ақшаны айтады, пайданы айтады да, алла деп айтады. Ренжулімін, жіберсін мені, тоқтат деп, айт деп. Ол да маған кеп айтады. Жолдаманы қолым дірілдеп отырып жаздым Алланың. Ана парақшамда тұр, өткенде қайтадан оқысаңыздар болады. Тағы да мен білдім ғой, мен есалаң деп айтатынын. Бірақ та енді сіздерге алдын ала ескертіп тұр қазір. Жаңа дәуір кірді. Бұған дейін де ескертілген, дінде де бұны айтқан, ақыр заман келгенде не күтіп тұрған. Тажал мен Мәдіннің соғысын айтқан, жарықтар қазір жеңді. Жерден қаралар енді толық тазаланатын болады. Тазаланады, қопарады, жарады. Катаклизм енді басталады. Ол тоқтамайды.